әділдік, заң үстемдігі, өркендеу. Әр азаматтың құқығы мен бостандығының кепілі Қазақстан Республикасының Конституциясы. Конституциялық реформа дала демократиясының озық үлгісі. 2022 жылы қоғам сұранысына сай жаңа сипат алған Конституция халық таңдауы, әр азаматтың үдесінен шыққан, әр адамның құқығы мен құндылығын қорғайтын басты құжат. Жаңа Қазақстан, жаңарған атаза. Конституция күні құтты болсын. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтар және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, туы, елтаңбасы, гимні бар. Олардың сипаттамасы және ресми пайдалану тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді. Адамның тұлға болып қалыптасып, рухани дамуы бала кезеңнен бастау алады. Бала үшін әлемдегі ең білімді, ең мәртебелі адам оның ата-анасы. Әр отбасында ата-ана басшылығымен болашақ ел азаматы, қоғам қайраткері және сала қызметкерлері өсіп келеді. Сондықтан Қазақстан Республикасының заңнамасының 27-ші бап 2-ші тармағында балаларына қамқорлық жасау әр ата-ананың етене құқығы, әр міндеті дегенді әрбір ата-ана әрдайым жадында сақтауы тиіс. Ел болам десең, бесігін түзе деген заңға жазушы Мұхтар Әуезов. Бүгінгі әр отбасында өсіп жатқан әрбір бала, әрбір сәби еліміздің болашағы. Тәуелсіздігімізді тұғырлы ететін, көк байрағымызды мәңгі желбіретін ұрпақ тәрбиелеу әрбір ата-ананың конституциялық міндеті екенін түсінуге тиіс. Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.